Тақтаға назар салайық. Ойы қозғау. Сендерге қазір мына жерде құпия сөз беріліп тұр. Бері нені армандаған? Алған құқық осының арқасында келді. Синонимі? Дұрыс екен, тәуелсіздік. Енді балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы не жөнінде болмақ? Тәуелсіздік туралы болмақ, өте дұрыс. Жас ақын бар, соның менің атым тәуелсіздік өлеңін бүгін оқитын боламыз, танысамыз. Сабақтың мақсаты. Қалғанын көрдім, 6 жасымда сонықты. Тойып қалын көрдім, сол сәтте одан таран көрдім. Өлшенді уақыт жаңадан. Ерлан Жүніс деген жас ақын, өздерің көріп отырсыңдар, бірнеше мемлекеттік сыйлықтың иегерлері екен. Қарайық, қане, Айша, оқи қойшы. Ерлан Жүніс Алматы облысы Жамбыл ауданы 7 қараша 1984 жылы туған. Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, мемлекеттік дарын жастар сыйлығының лауреаты, мамандығы әдебиетші, филолог. Алғашқы жүлдесі Абай оқуы 2001 жыл. Ой болты әдісімен біз Ерлан Жүністің менің атым тәуелсіздік өлеңін талдау жасап, талқылайтын боламыз. Ойымызда тұрған бұлттарды тамшыларда сұрақтар жазылған, соны жауап беру арқылы біз ойымыздағы бұлттардан тазарамыз. Өлеңнің тақырыбы қандай? Тақырыбы менің атым тәуелсіздік. Өлеңнің тақырыбы тәуелсіздік жолындағы күрес. Өлеңнің тақырыбы еркіндік тақырыбы. Өлеңнің тақырыбы ерлік жайында. Өлең патриоттық тақырыпта жазылған. Өте жақсы. Қасиет тұнған ұлы ұғым. Өлеңнің идеясы қандай? Неге тәрбиелейді? Өлеңнің идеясы сол кездегі тәуелсіздікті алуға қиыншылықтарды ескере тұра қазіргі еркіндік пен бостандыққа риза болу. Өте жақсы. Еркіндіктің мәнін түсініп бағалап, сол тәуелсіздікті әрі қарай жалғастыру. Бостандық пен еркіндікке риза болып, тәуелсіздікті құрметтеу. Өте жақсы. Тәрбиелік мәні неде балалар? Өлеңді оқи отырып, сол кездегі 6 жасар балалардың жағдайына қарап, қазіргі 6 жасар балалармен салыстырғандағы қиыншылықтарды және оны қазіргі кезбен ризашылық етіп, одан сайын тәуелсіздікті даттау. Оқи отырып, сол кездегі 6 жасар баланың тарихты ерте біле отырып, тәуелсіздікке қол жеткізген. Өлеңді оқи тұра, адам еңбек етуіне, тәуелсіздікті алуына, және алға талпынуына, тәуелсіздікті құрметтеуге туралы түсіндім. Бұл мәтінде сол сәттегі оқиғаларды анық бейнелей алған. Соның арқасында менің бойымда шүкіршілік сезімі пайда болды. Өте жақсы жауап беретіндер балалар. Бір-бірлеріңізді бағалай қояйыншы. Кімнің жауабы сендерге ұнады? Өте қатты ұнады. Бір-бірлеріңізді бағалайыншы, өзара бағалау жүргізейік. Қасарына, олардың ойлары күшті. Қасардың жауаптары маған өте ұнады. Несімен ұнады? Қай жері ұнады жауабының? Идеясыны айтқан идеясы ұнады. Маған Аяжан Кәусар, Айша үшеуінің ойы өте жақсы ұнады, себебі ойларын ашық жеткізе алды. Суреттер сөйлейді деген әдіспен қазір суреттерге мұқият қараймыз дескіліктер. Ақын өлеңіндегі шумақтардан суретпен сәйкестікті табамыз. Шумақты оқу арқылы суретпен байланысын айтамыз. Кітаптарымызды ашып, қазір оқитын боламыз және мына суреттермен байланысын айта білесіздер. Сталин мен Ленин КСРО көсемдері болған. Кәусар. Тәуелсіздік алу үшін көтеріліске шыққан қазақ азаматтары. 86 жылғы 16 желтоқсан. Малика, Айша, айта қойыңдар. Тәуелсіздік алып, бақытты болып өмір сүріп жатқан кезеңі. Өте жақсы, керемет. Ал енді ашып, осы өлең жолдарымен суреттерді байланыстырайық. Индира оқи қой.
Алып қорғаннан құлағанын көрдім, небәрі 6 жасымда. Алып тұлғалар жылағаннан көрдім, бастарын сүйіп. Алып қорған дегеніміз ол не екен? Алып қорған дегеніміз кеңес одағының құлауы. Алып таулардың шайқалғанын көрдім, 6 жасымда соны ұқтым. Алып сөздерді айталғанын көрдім, ат төбеліндей халықтың. Немен байланыстырасың? Бұл өлең шумақтарын екінші суретпен байланыстырар едім. Ат төбеліндей халықтың дегеніміз ол көтеріліске шыққан кішкентай ғана қазақ халқы. Тәуелсіздікті алу үшін көтеріліске шығып, сондай алып сөздерді билікте отқан адамдарға айталған көрдім. Тәуелсіздік ол менің асқақ аңызым, болмысы ол ұлдың өзінен туған жарық күн. Мен бұл шумақты үшінші суретпен байланыстырамын. Ол кезде біз тәуелсіздікке қолымызды жеткізіп, солмен мақтанғанымыз. Жарық күн деген кім? Деген автордың өзі. Автордың өзі деп ойлайсың, е? Өте жақсы. Мен жарық күнді өзімді теңередім, өйткені мен бұл өмірді тәуелсіз елде тәуелсіздік елде өмір сүріп келе жатырмын. Өте жақсы, қандай керемет. Рефлексиялық шеңбер. Сендердің сабақтан алған әсерлеріңді бүгін білгендер тұр. Сабақ барысында көңіл күйіңіз қандай болды? Керемет болды ма? Тамаша. Сабаққа қатысуыңызды қалай бағалайсыз? Әкіміз бағалай қойсын. Жақсы жауап бере алдық па? Қане, кім бастайды? Сабаққа қатысуын жақсы бағалаймын, себебі ол ойын шешен сөздермен жеткізе алды. Өзімді сабаққа жақсы қатыстым деп ойлаймын. Сабаққа қатысуымды